Саламатсыңдар ма, құрметті менің оқырмандарым, қыздарым, келіндерім. Бүгін мен сіздерге мынандай құрақты құрап көрсеткім кеп отыр. Бұрында да осы тырнақша құрақты үйреткен болатымын. Мына лентаның енін 2,5 сантиметр етіп кесіп дайындадым. Лентаның түгін төмен қаратып, міне мынандай тырнақшалардың 4,5 4,5 етіп алдым, квадрат қып. Енді табандыққа 20-20 қатты бөзден алып, диагоналдан бұрыштарын, қабырғалардың диагоналын шығардым. Мен соларды 4,5 тырнақшаны тігіп осыған 4 жетін бекітіп аламын. Квадраттың 4 бұрышын бұрыштың диагоналдарына келтіріп тігіп аласыздар. Енді бұл жерде біздің қол жеткізетін ең бір керек нәрсеміз құрақтың түзу шығуы. Міне алғашқы мен лентама 0,4 мм ғып тігістің орнын қалдырдым. Сосын одан бергі нені ортасынан бір белгі қойдым. Сол белгіні мынау қабырғаларына түсірген диагоналға туралап қойып алып, ар жағындағы тігістің 0,4 мм тігістің белгісімен ұзынша бір тігіс жүргіземін. Басын аяғын бекітуді ұмытпаймыз. Құрақ пен табандықтың бір-біріне сәйкес келіп түзу шығуының бірден бір енді есебі, көзі десек те болады. Тура осылай есептеп тіксеңіздер өте түзу, сұлу шығады. Жақсылап мынаны неғып алыңыздар. Астына флизелин жапсырылған матовый велюр. Міне тағы да 0,4 мм тігіс ізін қоям. Одан бергі ұзындықты ортасына тағы бір белгі түсіремін екінші лентаға. Мына қабырғадағы диагоналға тура келтіріп, бергі қойған белгіні арғы тігістің белгісінің үстіне тігісімді түсіремін. Бас аяғын бекітеміз. Астыңғы тігілген лентадан үстіңгі қойған лентаңызды асыра қойыңызды ұмытпаңыз. Астын үстін бекітіп тігіп алдым. Флизелин жапсырғаның бір жақсы жері матаңыз қатайып, түзу шығады. Енді үшінші лентаға тек қана тігістің орнын белгілеймін 0,4 мм. Сосын бірінші лента мен үшінші қолымдағы лентаның екеуі қатар жату керек. Осыны ұстанасыздар. Үшінші лентада айқасып кетпеу керек екеуі, және бір-біріне жетпей қалмау керек. Мен үшінші лентаға осындай белгі салдым. Бұның да бас аяғын бекітіп аламыз. Енді төртінші лентаны оның да жаңағы тігістің орнындағы 0,4 мм ғана белгі салсаңыздар болады. Және екінші лентамен
төртінші лентаның қатар жатуын қадағалаңыздар. Бір-бірін айқасып кетпесін. Бір-біріне жетпей қалмасын. Тура қатар жату керек. Міне тура осы тігіспен 4 лентаны да бас аяғын бекітіп, тігіп алдым мінекей. Біз осындай есептеп тігудің нәтижесінде ортадағы шаршымыз түп-түзу шығады, көрдіңіздер ма? Ортадағы шаршы жаңағы тырнақшамыз түзу шығатын болса, одан кейінгі ары қарай екінші, үшінші қатар соған қалыпқа түсіп, олар да түзу бола береді. Міне қазір енді тырнақша қою үшін мәресін апарып қойдым мен лапканы. Енді астындағы ленталардың бұрышына тура келтіріп, жаңа 4-4 шаршы тырнақшаны қоямыз. Тура келу керек сыртқы бұрыштары. Мінекей енді астындағы айқасқан лентамыз бар ғой, сол жерден белгі қоямыз. Осыны ұмытпайсыздар. Сол белгінің тура жанымен тігіс түсу керек. Онда да жаңағы бұрыштың бергі жағына түсіп кетпеу керек, және алыс кетпеу керек. Міне тура үстімен, жанымен түсіресіздер, жанына тақап түсіресіздер. Сол үшін белгіні қойып отырмын, сіздер үйренсін деп. Мінекей тура анадан түсу керек. Енді осы мақсатпен 4 шетіне де қойып шықсаңыздар, тырнақшаларыңыз өте түзу шығады. Алғашқы тігілген тырнақшаны іліндіріп аламын. Сәл жоғары жүремін келген тігіс орнымен. Сөйтіп лапканы орнына апарып мәресіне қойып қоямын. Енді екінші тырнақшаны тігуге қоюға бұнда да сыртқы бұрыштарын астындағы лентаның бұрышымен бірдей қоясыздар, және астындағы 2 лентаның қиылысқан жеріне тағы белгі қойып алыңыздар, мен құсап мінекей. Сосын тура соның жанымен тігіс түсіресіздер. Ол өздеріңіз шатаспас, жаңа қисайып кетпес үшін қойылып отыр бұл белгі. Егер де өздеріңіз 2, 3, 5, 6 көзді осылай тігетін болсаңыздар, кейін осындай белгі салмай-ақ өздеріңіз қолмен байқап отырып тіге беруге болады. Адам біреу екеу тіккеннен кейін қалыптасады ғой. Мен сіздерді үйрету үшін осы белгіні салып отырмын. Міне жаңағы астындағы түскен шаршыға тура шетімен түсіп отыру керек тырнақшаларымыз. Алғашқы ленталардың бірінші айналым, екінші айналымында осы есеппен тігетін болсаңыздар, егерде құрақтарыңыз да, табандықтарыңыз да қисаймай түзу шығады. Ал енді бұлай есептемейтін, жобалап тіге беретін болсаңыздар, құрақ бір жағында бұрылып, астындағы табандық мата бір жағына бұрылып, солай шығып кетеді. Сол үшін сіздерге мынаны мұқият қайта-қайта көрсетіп отырғаным сол. Бұрында да осы тырнақшаны көрсеткен болатымын.
тура осы тігіспен тігетін болсаңыздар, егерде алдында бірінші қойған шаршыларыңызда тік төртбұрыш болып шығады, және одан кейінгі көк ленталар да тік төртбұрышты, барлық қабырғалар бір-біріне тең болып шығады. Енді қазір лентаның екінші айналымын жүреміз. Міне мынаның бәрі тік төртбұрышты болып шықты. Енді бұны неге сүйенеміз? Екінші қатарда осыны бір көріңіздер. Линейканы алып, тігілетін жағындағы лентаның 1,5 сантиметр, лента көк лентадан, тігілген көк лентадан бастап есептеп 1,5 сантиметр белгілеп аласыздар. Сөйтіп соның үстіне екінші айналымдағы көк лентаны сол сызықтың үстіне қоямыз. Сосын 0,4 мм етіп алып, арғы тігістің орнын лентаның арғы шетінен соймен бас аяғын бекітіп тігіп шығамыз. Тура осы өлшемді есептеп ұстап отыратын болсаңыздар, өте сұлу, түзу құрақ шығады. Міне лентаны өлшеймін қазір. Тігілген, сол жағындағы лентаның тігілген жерінен 1,5 сантиметр өлшеп белгі қоямын. Соның шетіне мына көк лентаның шетін келтіріп қойып, астыңғы құралған құрақтан үстіңгі қойып отқан ленталарыңызды асыра қоюды ұмытпаңыздар. Бас аяғын бекітеміз. Ол құрақтың өмірінің ұзақтығына керек. Сатсаңыз да мейлі өздеріңізге үйге тіксеңіздер де мұғалықты 15-20 жыл бұл құрақ көрпеше сіздерге қызмет етеді. Арғы шеткі тігілген көк лентаның бергі шетінен бастап есептеп, сонда 1,5 сантиметрді аласыздар. Сол жерге белгі қоясыздар. Соның үстіне тура екінші қатардағы лентаны қойып тігіп шығасыздар. Тіккен құрақтарыңыздың бас аяғын бекітіп отыруды ұмытпаңыздар. Мына есептеп тігудің арқасында барлығы төртбұрышты болып шығып жатыр, көрдіңіздер ма? Бұл дегеніңіз табандықпен барлық құрақтарыңыз табандықпен
бірдей жаңағы параллель жатады деген сөз да. Мен қазір тіккен құрақтарыңызда тік төрт бұрышты, табандықтарыңызда тура соған тең келіп тұр да, былайша айтқанда. Осы қалыппен тіге бересіздер. Тырнақшаларыңызда бірдей тігіп отқан ленталарыңызда ені бірдей бір қалыпта боп, және табандықтан айнымай осындай сұлу боп шығады. Тігізге 0,4 мм жіберіп отырасыздар. Енді шамалы жылдамдатып жүргізейін, сіздерге уақыттарыңыз көп алмастан. Мені осы бір қалыппен тіге берсеңіздер, бұлай есептеп тігу не үшін керек? Бұл айтып отырмын ғой, көп адам жаңағы құрақ бір шетке қарай бұрылып, табандық бір шетке қарай бұрылып, кейін табандық жетпей бір жағына асып кетіп жатады. Сол кезде жаңағы табандықты жалғап, әбігерге түседі да. Ал егерде осы ұқсап есептеп тігетін болсаңыздар, табандықтарыңызға құрақтарыңыз параллель әдемі келіп, ең соңында қазір көрсетейін сіздерге. Барлық жағынан бірдей артылып, қырқып тастап отырсаңыздар, ол дұрыс шыққан деген сөз. Ал бір шетіне жетпей жаңағы шамалы жылдамдатайын. Бір шетіне жетпей жалғап жатқан ол адамды шаршатады да. Тырнақшалардың арғы сыртқы қабырғаларын астындағы лентаның қабырғасымен бірдей өлшеп қойып отырыңыздар. Мені көрдіңіздер ма? Табандық астындағы матамыз барлық шетінен бірдей артылды. Мені сіздерге қазір көрсетейін тағы да. Осыны қырқып, бір көзді бітіріп қоя салу оңайда. Ал егерде осы мысалы құрақтарыңыз айнып жатса, оған жалғау қиын. Мені көрдіңіздер ма? Барлық шетінен бірдей артылып тұр. Мені. Енді осыны қырқып тастаймыз, айналдырып тігіп болғаннан кейін. Мені мынандай құрақтар шығады. 17-де 17 болды. Бірдей шаршылар шығып жатыр мінекей.